сабақты есімізге түсіру үшін қазір алдымен есімдегі сұрақ қояйыншы. Балалар қазір қандай мезгіл? Қыс мезгілі. Қыс мезгілі біз немен ойнаймыз? Қаратсу ойнаймыз, иә? Ал қазір онда біз қаратсу ойынын ойнаймыз. Қаратсу ойыны арқылы өткен сабақтарды еске түсіріп аламыз. Мен былай сұрақ қоямын. Ал алдына сұрақ қой. 10-ға 10-ды қоссақ? 20. Жарайсың. Асылжан 20-ға 20-ны қоссақ? 40. Жарайсың. Алуа 5-ке 5-ті қоссақ? 10. Жарайсың. Керемет. Ал мына патадан Рамазан тұра қойған. 90-дан 40-ты алсақ? 50. Жарайсың. Өте тамаша балалар, жарайсыңдар. Өткен сабақтарды есімізге түсіріп алдық, иә? Есептерді жақсы біледі екенбіз. Олай болса балалар, бүгін жаңа сабақ бастаймыз. Жаңа сабағымыз оқулықты ашайық. Оқулықтан мінекей балалар. Оқулықтан 83-ші сабақты ашамыз. 83-ші сабақта балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдері, айлар, апта, күндер дейді. Алдымен есімізге түсіріп алайықшы, білеміз ба біз балалар? Жыл мезгілдері қанша? Bir жылда қанша мезгіл бар? Қол көтеріп айтайықшы, кім біледі? Ақмоншақ айта қойшы, bir жылда қанша мезгіл бар? Қандай білесің ба? Қыс, көктем, жаз, күз. Жарайсың, керемет. 4 мезгіл бар, есімізде ме? Есімізде түсініп алып, отыра қой Ақмоншақ, жарайсың. Ал енді олай болса тағы да сұрап жатыр бізде былай дейді. Одан кейін айлар дейді. Айлар дейді сіздер оншалықты біле қоймайтын шығарсыздар. Айлармен бүгін біз танысамыз. Ал енді апта күндерін білеміз ғой, иә? Апта күндерін бір аптада қанша күн бар? Кім біледі? Ал ерні тұр айта қойшы. Ал қандай білесің бе айта қойшы? Қандай айта қойшы? Сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсың, керемет балалар. Есіңізге түсті ме апта күндері? Білеміз, иә? Ал олай болса сабақты бастайық, кітапты ашамыз. Кітапта енді бүйтеді бізде балалар бүгінгі жаңа сабақ бойынша жыл мезгілдерінде кездесетін мерекелермен танысады екенбіз. Жыл мезгілдерінде кездесетін мерекелер. Жаңа айттық біз, бері қараймыз кітапқа, тақтаға қарайық балалар. Міне, жыл мезгілдерінде кездесетін мерекелер дейді. Біз жаңа енді айттық, бірінші қандай мезгіл дедік? Бірінші қыс мезгілі, міне, қыс мезгілі. Одан кейін қыстан кейін көктем мезгілі, көктемнен кейін жаз мезгілі, жаздан кейін күз мезгілі. Ал енді әрбір мезгілдің өзінің айлары бар, міне. Қыс айлары балалар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан айы. Ал көктем айларына наурыз, сәуір, мамыр
қандай мереке бар еді? Кім біледі, а? Жандар жер айта қойшы, тұра ғой. Қыс мезгілінде қандай мереке болды? мезгілінде жаңа жыл болады. Жаңа жыл мерекесі болды, иә, дұрыс айтасың. Тағы қандай мереке? Қандай мереке тағы? Қандай мереке болды? Кім біледі? Тағы кім еске түсті? Қыста. Қандай мереке болды? Тағы? Асты. 30 жыл. 30 жылдық. Ненің 30 жылдық еді? Тәуелсіздік. Бұл күндер айтамыз тәуелсіздігімізге 30 жылдық. Яғни желтоқсан айында қыс мезгілінде біз қандай мереке? Тәуелсіздік мерекесі бар екен. Міне 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні болды. Қыс мезгілінде мереке есімізге түсті ме? Одан кейін жаңа жыл мерекесі деді, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Қазір балалар, мен сендерге одан кейін бүгін кім сабаққа жақсы қатысып отса, сол әр сұраққа жауап берген сайын жұлдызшамен бағаланып отырады. Жаңа Арназ 2 сұраққа жауап берді, Асылжан 2 сұраққа жауап берді, 2 жұлдызша алады. Одан соң Армоншақ 2 сұраққа жауап берді, Рамазан 1 жұлдызша, Жандарбек 1 жұлдызша, Ернар 1 сұраққа жауап берді. Осылайша балалар, кім бүгін сабаққа жақсы қатысып отса, жұлдызшамен бағаланады. Сабақтың соңында кімде қанша жұлдызша болса, соны жақсы бағалады. Түсінді ме балалар? Ал енді балалар, енді қыс мезгіліндегі мереке есімізге түсті, иә? Ал енді балалар, қыс мезгілінен кейін қандай мезгіл келеді? Қыс мезгілінен кейін қандай мезгіл? Көктем мезгілі. Ал көктем мезгілінде қандай мерекелер бар? Есімізге түсірейікші, кім біледі? Ал кім Ағмере айта қойшы? Наурыз мерекесі болады, иә? Ал Наурыз мерекесі деген қандай мереке болады? Не істейді адамдар? Ал айта ғой. Жарайсың, тағы да айын тұрағы Наурыз мерекесі тағы не істейді? Наурыз мерекесінде, көктем мезгілінде тағы қандай мереке бар екен? Қандай мереке? 8-ші Наурыз мерекесі қандай мереке? Аналар мерекесі. Ал аналар мерекесіне, олай болса аналар мерекесіне арналған өзіміз жаттау білеміз, айта қойшы, айын, ал айта қой, ә? Жарайсың, ана туралы өте керемет, айым анасын өте жақсы көрді, анасына ана тағы да кім жаттау біледі? Ал Армоншақ айта қойшы. Жарайсың, керемет Армоншақ. Бұл да анасын өте жақсы көреді, анасына арнап жаттау айтып берді Армоншақ. Жарайсың. Ал енді балалар, біз Наурыз туралы балалар міне. Наурыз мерекесі туралы балалар көрініс қараңдар. Наурыз мерекесінде адамдар таңертең ерте тұрып, барлығы бір-бірін Наурыз мерекесімен құттықтайды екен. Көрдіңдер ме? Наурызға үлкен аталарымыз не беріп жатыр балалар? Жақсы бата беріп жатыр. Көрдіңдер ме? Барлығы міне атамыз бата беріп жатыр. Жақсылық болсын, Наурыз мерекесі құтты болсын деп бата беріп жатыр. Барлығы бір-бірін Наурыз мерекесімен құттықтайды. Одан кейін Наурызда көрдіңдер ме? Не бар? Ағаштардың барлығы гүлдейді, бүршік атады. Одан соң
Әркеншек не деп айтатын еді? Албақан теуіп ойнап жатыр, көрдіңдер ме? Одан соң Киіз болады. иә, әртүрлі концерт бағдарламалар, өлеңдер айтады, иә, міне домбыра тартып өлеңдер айтады. Одан соң қазір міне енді қараңдар. Одан кейін мына атасы мен баласы қайда келе жатыр? Міне өзеннің басына келе жатыр. Өзеннің басында өзеннің жаңағы су ақпай қалған жерлері бар емес пе? Су ақпай қалған жерлерін арықтарды ашады. Су ағызады. Суды не үшін ағызады? Оның айналасына не бар? Көрдіңдер ме? Ағаш егеді екен. Көктемде ерте барлығы өзен жағасына ағаш егеді екен. Балалар сол ағаштың қадірін білуі керек екен әрбір адам. Балалардың бойында жақсылық болу үшін сол ата-аналар солай ағаш егізіп үйретеді екен. Одан кейін міне көктемде ерте гүлдейтін қандай гүл балалар? Раушан емес бұл балалар. Қызғалдақ, жауқазын гүлі қандай гүлдер. Одан кейін міне үлкендер бір-біріне балалар сыйлықтар сыйлайды. Міне одан кейін не істейді? Үйде дастархан жазады, иә? Дастархан жазып, әртүрлі дәмді тағамдар пісіреді. Бір-біріне Наурызбен құттықтап қонаққа барады екен адамдар. Одан соң балалар, кейін Наурызда не пісіретін еді? Міне Наурыз көжеге 7 түрлі дәм салып, міне балалар, апаларымыз Наурыз көже пісіріп жатыр. Көрдіңдер ме? Наурыз көже пісіріп жатыр. Ал енді балалар, Наурыз туралы түсінікті болды ма? Көрдіңдер ме балалар? Наурызда барлығы бір-бірін Наурызбен құттықтайды екен, Наурыз көже пісіреді екен, алтыбақан тебеді, одан кейін әртүрлі жарыстар, ат жарыстар, бәйге, одан кейін көкпар ұйымдастырады. Адамдар бір-бірімен және күрес ойын ұйымдастырады, әртүрлі ойындар ұйымдастырады. Ал одан соң әртүрлі ойындар ойнайды. Ал одан соң Наурыз мерекесінде балалар Наурыз көже пісіреді. Наурыз көжені қалай пісіреді? Наурыз көжеде 7 түрлі дәм салып, оны әртүрлі дәм салып, соңына қалған етті салып, әртүрлі дәмді әдемі Наурыз көже пісіреді екен. Ал Наурыз мерекесі түсінікті болды ма балалар? Ал Наурызда көктемде қандай мерекелер болады екен дедік сонда? Наурыз мерекесі, міне мұнда да көрініп тұр балалар, алтыбақан теуіп жатыр, күрес ұйымдастырып жатыр, би билеп, ән айтып жатыр. Мұнда апаларымыз Наурыз көже пісіріп жатыр міне. Яғни көктемде мерекелер өте көп мереке бар екен, иә? Одан кейін 8 Наурыз қандай мереке дедік? 8 Наурыз аналарымыздың мерекесі екен. 8 Наурыз жақында бізге аналарымызға арналған мерекеміз келе жатыр. Барлығымыз аналарымызды құттықтаймыз. Ал одан соң балалар, көктемнен кейін қандай мезгіл келеді? Күз мезгілі. Ал көктемнен кейін балалар сіз емес, көктемнен кейін жаз мезгілі келеді. Көктемнен кейін жаз мезгілі келеді. Ал жаз мезгілінде балалар, жаз мезгілінде не істейміз біз? Мектепте оқимыз ба? Жоқ, оқымаймыз. Жаз мезгілінде демалысқа шығып, жазда ойнаймыз. Жазда 1 маусым балаларды қорғау күні балалар. Жазда балаларды қорғау күні. Одан кейін балалар, одан соң жаз мезгілінен кейін қандай мезгіл басталады? Күз мезгілі басталады. Күзде біз қайтадан қайда келеміз балалар? Мектепке. Күзде қайсы айда келеміз? Қыркүйек айында біз мектепке келеді екенбіз, иә? Мектепке келіп, жаңа оқу жылы басталады. Жаңа оқу жылында сіздер нешінші сыныпқа келесіңдер? 7-ші сыныпта оқисыңдар. Жарайсыңдар. Ал олай болса енді бүгінгі бірінші тапсырма түсінікті болды ма балалар сіздерге? Енді мына екінші тапсырманы орындаймыз балалар. Екінші тапсырманы орындау үшін біз сендерге қызықты болу үшін мен гүл теру ойынын ұйымдастырып қойдым балалар. Қараңдар. Міне балалар гүл теру ойынын ойнаймыз. Міне мұнда далада әртүрлі гүлдер өсіп тұр балалар. Ал енді ол гүлдер болғанда көктемде бізде алғашқыда қардың астынан шығатын гүл бар. Кім біледі? Қандай гүл? Айта қойшы, Арман қандай гүл? Тау жақтарда өседі. Алғашқы қардың
көктемде ерте ашылатын гүлдер балалар міне. Одан кейін бұлардың барлығы балалар негізінде тау жақтарда өседі, біз жақта жоқ. Ал біз жақта өседі, мынандай гүл бар. Бәрі есіктердің алдарында өседі, біздің ауылда. Иә, бұл ерте есіктің алдында өседі, жазға қарай болмай, бұл ерте гүлдейді, қайтадан урап жоқ гүлдейді, бұл нарцисс гүлі. Ал енді қазір біз гүлдері ойын ұйымдастырамыз олар, міне гүлдері ойыны бойынша мына жерде мына гүлдің артында есепте жазылған, кім тапса сол мына есепті шығарар, мына гүлді анасына сыйлайды. Келе ғой, кім шықпады мына жақтан? Мұхаммед келе қойшы кел. Кез келген бір гүлді алып, шетінен алып. Мұхаммед артында сан көшті. Қартай, кәр? Осу, айтса қанша? 80. Қанша болады? 20-ға 80 болады. 90 болады. 80-ге 90 қосамыз. Қанша? Қанша болады? 100 жаза ғой. Жаза, әдемілеп қолмен жаза ғой. Айнасын келе ғой. Апай деген шықпай. Кішкентай жаз. 100-ден 60 қалса қанша қалады? 40. Ой жарайсың керемет. Анан апарып сыйлайсың, жарайсың. Мен саған бір жұлдызша. Айша келе ғой. Ақмерей. Кім бұлай отырса соны шығарады? Қанша дедің? 40. Ой жарайсың. Ал. Қартайсаң 30. 30-ға 70-ті қосамыз дейді. Қанша болады 30-ға 70? Қанша болады деп? Кім көмектеседі? Тән қол көтереді? Елер қанша?
Kerisicha aytadi ekamiz. Bu yerga qaraymiz bolalar, hafta kunlarini aytaychi mana.
Muhammed Bey'in gidiyor anlamışım. Kazan ayı neşinci gün sana yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neşinci ayı eкен? 10. Kazanға 10 дейді екенбіз. Балалар, қазан 10 çay екен. Белгілеп отырыңдар. Бұл жазды кәптерлерге. Қазан деген 10 çay екен. Ал одан соң отыра ғой. Ал кел Жандарбек. Дүйсенбіден кейін қандай күн? Дүйсенбіден кейін қандай күн? Сейсенбі. Сейсенбіге қарайсыз ғой. Тез-тез. Сейсенбі. Дұрыс. Сейсенбіден кейін қандай күн? Сәрсенбі. Кән сәрсенбі? Міне сәрсенбі. Бері қарай. Сәрсенбіге қарайсыз. Сәрсенбіге қарайсыз. Сәрсенбіден кейін қандай күн? Тыныш. Сәрсенбіден кейін қандай күн? Бейсенбі. Бейсенбіге қарайсыз. Бейсенбі. Міне бейсенбіге қарайсам. Бейсенбіден кейін қандай күн? Жұма. Жұмадан кейін? Сенбі. Жұмадан кейін сенбі. Сенбіден кейін? Жексенбі. Міне. Көрдіңдер ме балалар?
Қанша мезгіл бар екен? 4 мезгіл бар екен. Әр мезгілдің өзінің мына айлары. Әр мезгілде неше айдан бар екен балалар? 3 айдан бар екен. Сонда бір жылда қанша ай бар екен балалар? Bir жылда 12 ай бар екен міне. Осыны жаттап аламыз. Жылдың басы қайсы айдан басталады екен? Жылдың басы қайсы айдан басталады? Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, онда бері қараңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сендердің алдарында мынандай барлықтардың алдында жүрекше стикер тұр. Сол стикерге аттарыңды жазыңдар. Атыңызды жазамыз. Одан кейін. Иә. Аттарыңды жазыңдар. Сөйтемізде былай жасаймыз балалар. Тыңдаңдар. Атыңды жазсаң болды. Мен аттарынан біліп аламын. Мына жерде балалар смайликтерді көріп тұрсыңдар ма? Осы смайликтерге қойып әкеп жабыстырамыз. Кімге бүгінгі сабақтың барлығы түсінікті болса, мұнда әкеп жабыстырады. Жартысын кейбір жерлерін түсінбегендер болса, мына смайликке, еш нәрсені түсінбегендер мына смайликке әкеп жабыстырады. Ал кеп жабыстыра қойыңдар. Кейін мен сол бойынша сабақты қалай түсінгенін біліп аламын. Жабыстыра қойыңдар. Кейбір жерлерін түсінбегендер ортасында тез кән жабыстырады болыңдар. Иә, бәрі түсінген болса жабыстырады. Кейбір жерлерін түсінбегендер ортасында смайликті еш нәрсе Ани, сен еш нәрсе түсінбедің бе? Не ойға жабыстырмадың? Жабыстыра берсін үстіне не болады? Ани, кейбір нәрсе түсінген жоқсың ба десе? Ал бұл жабыстырыңдар тез кән. Осы сұрақтағы шарға кім жауап берсе, мына ойыншықты сол алады. Мына жерде Асылжан бере қойды. Тып-тыныш отыр бағында бері Асылжан сабақта. Асылжан оқи, міне мен көмектесіп жіберейін міне. Bir жылда қанша ай бар? Bir жылда 12 ай. 12 ай бар екен. Дұрыс, жарайсың. Ойыншықты ала қой. Сосын мына шарды қасындағы досыңа бересің, жарай ма?